Құрметті пайдаланушы, біздің сайтымызға қош келдіңіз. Осы бейнероликте электрондық лицензиялау веб-порталы арқылы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында сараптамалық жұмыстар мен инжинирингтің көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау, мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш беру тәртібі қаралатын болады. Өтініш беру рәсімі басталғанға дейін өтініш берушілерге қойылатын негізгі талаптарды және қажетті құжаттар тізбесін түсіндіргіміз келеді. Электрондық лицензиялау порталында авторландыру үшін сіздің компьютеріңіздің браузерінде e-license.kz сайтына кіріңіз және оң жақ жоғарғы бұрышта кіру батырмасын басыңыз. Кіру батырмасын басқан кезде жүйеге кіру беті ашылады. Қалаған жолды таңдаймыз және авторландырамыз. Мемлекеттік қызмет алуға өтініш беру үшін электрондық лицензиялау порталының басты экранында құрылыс бөліміне көшеміз. Одан әрі құрылыс бөлімінің терезесі ашылады. Рұқсат беру құжаттары кіші бөлімінде сарапшыларды сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыру мен инжинирингтік қызметтер көрсету құқығына аттестаттау бағанды таңдаймыз. Сол жақ жоғарғы бұрышында қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Одан әрі лицензиярды таңдау терезесі пайда болады. Қостанай облысы бөлімі пунктінде көрсеткіге басамыз және ашылған тізімде Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы мемлекеттік мекемесін таңдаймыз. Бұдан әрі ашылған өтініш беру терезесінде қажетті алаңдарды толтырамыз және одан әрі батырмасын басамыз. Пайда болған терезеде сарапшы жұмыстар мен инжинирингтің қызметтердің түрлерін, специализацияны және тестілеу тілін таңдаймыз және одан әрі батырмасын басамыз. Келесі терезеде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттарды қоса береміз. Плюс батырмасын басамыз және қалқымалы терезеде шолу жасау батырмасын басамыз. Файлды таңдаймыз және жүктеу батырмасын басамыз. Сіз жүктеген құжаттар сіздің құжаттарыңыз бағанында көрсетіледі. Бұдан әрі әрбір бөлімінің плюс батырмасын басамыз. Сіздің құжаттарыңыз бөлімінен тиісті құжатты таңдаймыз және одан әрі батырмасын басамыз. Құжатқа қол қою алдында арызды электрондық цифрлық қолын қою бөлімінде сіз мәлімдемені жүктеу батырмасын басу арқылы өтінішті алдын ала қарай аласыз. Алдын ала қараудан кейін, егер өтінімде барлық қажетті мәліметтер бар болса, сертификатты таңдау батырмасын басамыз. Кілтті таңдау терезесінде сіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңыз орналасқан қалтаны таңдап, қол қою үшін файлды таңдаймыз және ашу батырмасын басамыз. Жүйе электрондық цифрлық қолыңыздың паролін сұратады. Оны енгіземіз және ОК батырмасын басамыз. Егер пароль дұрыс енгізілсе, жүйе өтінішке қол қоюды ұсынады. Қол қою басы арқылы өтінім автоматты түрде мемлекеттік органға қарауға жіберіледі. Бұл ретте өтініш беру рәсімі аяқталды.